Ішкі сұлулық пен сыртқы сұлулық. Баяғы өткен заманда бір патша базардан екі құл сатып алыпты. Құлдарының бірі сиықсыз, тістері шірік, әрі аузы сасық екен. Ал екіншісі болса келбетті, маржандай тістері бар, әрі аузынан хош иіс шыққан жағымды адам екен. Патша келбетті құлын сыйға бөліп, моншаға жібереді. Аузы сасыған екінші құлды қасына шақырып, «Сені ұнатып-ақ едім. Бірақ, ана моншаға кеткен досың сен туралы көп жаман нәрселер айтты. Сен де қаласаң маған оның жаман тұстарын айтып бер», дейді. Құл болса, жолдасына шаң жуытпай, ол туралы еш жаман сөз айтпады. Патша қалай тырысса да мақтаудан басқа ештеңе айттыра алмапты. Екінші құлы моншадан қайтып келгенде, патша оны да сынамақ болып қасына шақыртты. Біраз мақтау сөз айтқан соң, «Ана досың айтып берген жаман мінездерің болмаса, жап-жақсы жігітсің», депті. Сөйтсе әлгі ашуланып, жолдасы туралы қайдағы жоқты айтып, жамандай бастайды. Патша біраз тыңдаған соң, «Доғар сөзді, кімнің кім екенін енді білдім. Сен жамандаған жолдасыңның аузы сасыса, сенің ішің сасыған шірік екенсің. Бар, сол жамандаған досыңның қол астында жұмыс істейтін боласың», депті. Адамның ішкі дүниесі, мінезі жаман болса, сұлу келбетінің құны көп тиын.